Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен етті пирогтың рецептісімен бөлісемін. Оның құрамында сәбіз де бар. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Қамырды жасау үшін бізге қажет ингредиенттер: сұйық май, жылы су, тұз, қопсытқыш және де ұн. Ең алдымен ыдысқа жылы су құямыз. Оның үстіне сұйық май құямыз. Оның үстіне тұз саламыз, жақсылап араластырамыз. Және де ұнымызды салып, оның үстінен қопсытқыш саламыз. Және де жақсылап тұрып қолмен қамыр илейтін боламыз. Бізде жұп-жұмсақ қамыр болып шығуы керек. Мінекей, қамыр осындай болып шықты. Енді оны біз салфанға салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен ұсақтап туралған ет дайындап қойдым. Сіздер тартылған ет қолдансаңыздар да болады. Оған пияз керек, картоп және де сәбіз. Туралған етімізді ыдысқа саламыз, әр көкөністі ұсақ көбектерге тураймыз. Мінекей, біз барлығын турап алдық. Бізде осындай болып шықты. Енді біз дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз және де жақсылап араластырамыз. Енді тоңазытқышта тұрған қамырымызды шығарамыз және де жақсылап ысамыз. Осылай жақсылап ысамыз және де екіге бөлеміз. Бұл біздің бәліштің астыңғы және де үстіңгі бөлігі болады. Екі бөлікке бөлген соң, әр қайсысын жұқалап жайып шығамыз. Бірден пергамент қағазына салып, бәлішті жасайтын боламыз. Қамырды форманың ішіне салдым. Енді біздің дайын болған салмамызды қамырдың үстіне саламыз. Және де қалған екінші бөлік қамырды жұқа қылып жайып, осы пирогтың үстіне салып, жандарын түйіп шығамыз. Ақырындап видеода көрсетілгендей, осылай пирогтың жандарын түйіп шықтым. Пирогтың ортасынан ауа барып, жақсы толық пісу үшін кішкене осылай тесік жасаймыз. Бір жұмыртқаны алып, жақсылап шайқап, үстін осылай майлап шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 1 сағат пісіреміз. Мінекей, біздің пирог осындай болып шықты, достар. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді болып шықты. Осындай салқын күнде ыстық пирог жегенге не жетсін, достар.
менің жолдасыма, отбасыма өте қатты ұнады. Өте керемет, тойымды пирог, ыстық тағам ретінде де беруге болады. Сіздермен бірге болған Айнұр. Егерде видео ұнаған болса, пікір жазып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар.